каналының көрермендері, менің есімім Алмат. Қазір мен Меккенің ескі кезеңіндемін. Бұл жер адамдардың күнделікті тіршілігі қайнап жатқан орын. Сауда жасап жатыр, мал айдап жүр. طعامكم طيب ونظيف، واضح انكم تتعبون في عملكم. نحمد الله، نحن نخاف الله في رزقنا والبركة منه. Мына кісі айтады, біз Алладан қорқамыз, сондықтан азығымызды адал, таза қылып сатамыз дейді. Ол кезде сауда да, тамақ та сеніммен жасалған екен. Қазір жергілікті тұрғындардың үйлерінің біріне бара жатырмын. Қалай тұрып жатқанын бірге көрейік бұйырса. السلام عليكم، هل تأذنون لي بالدخول؟ وعليكم السلام. تفضل، أهلا وسهلا. Көріп тұрғандарыңыздай мен өте риза болып тұрмын бұлардың соншалықты қарапайым екендігіне. Бұлар Алланы еске алып, адал еңбекпен күн көріп отыр. Мұнда артық дүниеде, жасандылық та жоқ. Әр күнін сабырмен бастап, шүкіршілікпен өткізеді. Мен қазір жергілікті адамдармен бірге жұмыс істейтін жерге бара жатырмын. Күнделікті тіршіліктері қалай өтетінін, қалай еңбек ететінін көрсеткім келеді. سألتقط صورة. شد الحبل شوي. جزاك الله خير. شدها زين. خلها هناك. تعبان اليوم. الحمد لله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الله أكبر. Бүгінгі күнде бітті. Таңнан кешке дейін жай жүрген жоқпыз. Меккеде жұмыс болды, әдеттегідей. Кейде осының бәрі бір-біріне ұқсап кетеді екен. Дене шаршайды, оған үйреніп қалдық. Ал ой кейде тыныштықты күтеді. Осындай түндерде адам өзінен қашпайды. Не істегенін, не көргенін, не сезгенін бәрін қайта ойланады. Ертең тағы бір күн басталады. Ал ол күнде біз Мәдинада боламыз, Алла қаласа. Шындық каналының көрермендері, қазір мен Мединаның көшелерінің біріндемін. Міне дәл осы кезеңде тарихта қалған бір үлкен оқиғаға тап болайын деп тұрмын. Меккеден көшіп келген мұхажирлер Мединаның қақпасына жетті. Енді олар өте ұзақ жолдан шаршап келді, үйлерін, дүние мүлкін бәрін тастап осында келе жатыр. Енді олар бұл жерге байлық іздеп келген жоқ біріншіден. Олар жай өмір үшін де келген жоқ. Мұхажирлер Меккеде діндері үшін қысым көрді. Иман келтірген үшін үйлерінен қуылды, ойлаңызшы. Дүние мүлкін тастап кетуге мәжбүр болды. Кейбір отбасынан айырылды, кейбірі туған жерін соңғы рет көріп шықты. Соларды көріп өзімнің кім екенімді түсініп жатырмын. Сол себепті олар Алланың разылығы үшін бәрін артта қалдырып, Мединаны паналауға келе жатыр. Мухтар Кабилович, почему вы считаете, что сейчас важно говорить о Казатомпроме? Потому что люди устали от иллюзий. Казатомпром – это не обещания и не эксперименты. Это компания, которая работает на мировом рынке, продает реальный востребованный продукт и формирует доход для страны. Когда человек участвует в таких проектах, он... مرحبا بكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. أهلا وسهلا. Машаллах, қараңызшы қандай көрініс. Бауырларымыз Меккеден келген мұхажирлер шаршағандары білініп тұр, бірақ бәрібір жүздері жарық. Осындай сәтті сол қалпында көру деген шынымен де өте қатты әсер береді екен. Аллаға шүкір.
тамақ ішіп болдық, шынымды айтсам керемет дәмді болыпты. Енді бұл қарапайым ас қой, бірақ берекесі мол екен. Бұл енді әлі бастамасы ғана. Қазір келгендер алғашқы мұхажирлер. Әлі жолда келе жатқандар бар. Айтуларынша соның ішінде Омар да бар екен. Алла оған разы болсын. Алла жазса, ол да жақында жетіп қалар. Қарап отырсаң, бәрі енді ғана басталып жатқан сияқты. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ол кісі қазір Меккеде. Алдымен осы мұхажирлерді біртіндеп жіберіп жатыр екен Мединаға. Өзі болса кейінірек жолға шығады дейді. Мен тұрайын енді. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طال الطريق لكن قلبي عن قلبي هادئ. ليس من السهل أن نترك مكة خلفنا إذا كان القلب ثابتاً وكان الخطو موكولاً إلى الله، فكل هجرة ليست خسارة بل بداية جديدة. هل شعرت أن الله كان أقرب إليك في أشد لحظات الطريق؟ وأحياناً ما نتركه خلفنا يفتح لنا الطريق إلى الأمام، والله لا يغلق باباً إلا ليفتح باباً خيراً منه. بل من الثقة بأن الله معنا. تظن أن المدينة ستقبلنا؟ إن كانت نيتنا صادقة فإن الله سيجعل هذه المدينة لنا داراً وأماناً. Жаңа ғана көргендеріңіздей Белалмен сөйлестім. Мен содан бір нәрсені түсіндім. Кейде адам жаңа жолды іздеп шаршайды екен. Ал шындығында мәселе жолда емес, бәлки сенің жүрегің қайда бағытталғанында екен. Егер сен де бір нәрседен әлі ажырай алмай жүрсең, мынаны біл. Мүмкін сол нәрсе сені алға жібермей тұрған шығар. Мен сіздерге бір кісіні көрсеткім келіп тұр. Ол қолбасшы да емес, бай да емес, бірақ осы қаладың жүрегін өзгертіп жатқан сол. Мына кісі Мусхаб ибн Умайр. Жас, бірақ мінезі нық. Алдында байлық тұрған, бірақ ол оны емес, ақиқатты таңдап отыр. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оны осы жерге жіберіп отыр. Яғни адамдарға Құранды айқайламай, жай ғана түсіндірсін деп. Бұл соның көрінісі. Мен дәл қазір пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын мешітінің жанында тұрмын. Қараңызшы айналаға, адамдар жай жүріп жатыр. Бірі кіріп барады, бірі шығып жатыр. Бәрі қарапайым. Бірақ осы қарапайымдылықтың ішінде бір ерекше тыныштық бар, байқайсыз ба? Мен дәл қазір ойланып тұрмын. Осы мешітке кірген әр адамды пайғамбарымыз қалай қарсы алды екен? Қандай сөз айтты екен? Қандай мейіріммен қарады екен? Бұл жерде тұрған адам өзін жалғыз сезінбеген сияқты. Себебі бұл мешіт тек қабырға емес, бұл мейірімнің орны, үмбеттің үйі. Өзіңізді бір сәтке осы жерге қойып көріңізші. Егер қазір пайғамбарымыз осы есіктен шығып келсе, бізге қарап не айтар еді? Мүмкін ол бізден үлкен сөз күтпейтін де шығар. Тек жүрегіміз жұмсақ болса екендер. Тек бір-бірімізге ауыр сөз айтпасақ екендер. Тек осы мешітте сезілген тыныштықты, күнделікті өмірімізге алып шықсақ екендер. Мені ойландыратын сұрақ осы. Ал жауап әрқайсымыздың жүрегімізде. Если вы пострадали от действий онлайн-брокера или финансового консультанта, не опускайте руки. Закон на вашей стороне. Қазір мен жай ғана көшеде кетіп бара жатқан жоқпын. Бұл жолдың бір мәні бар. Алдымда адамдардың тіршілігі. Бірі асығып жүр, ал мен бір адамға бара жатырмын.
Ол кісі көп сөйлемейді, көбіне үнсіз. Бірақ оның үнсіздігі 1000 сөзден ауыр. Артымда үнсіз отырған бір адам бар көріп тұрғандарыңыздай. Ол адам Салман Әл-Фариси. Оның өмірі бір сапардан басталды. Бірақ бұл жай жол емес еді. Бұл ақиқатты іздеу жолы. Салман бай отбасында өсті. Отқа табынған әулетте. Бірақ жүрегі тыныштық таппады. Сол үшін ол бәрін тастап кетті. Үйін де, әкесін де, байлығын да. Жол үстінде оны алдады. Құлдыққа сатты. Қолынан қолына өтті. Бірақ ол бір нәрседен айырылған жоқ, ол іздеуінен. Ақыры ол осы қалаға келді. Пайғамбарымызды көргенде еш сұрақ қоймады, тек қарап тұрып айтты дейді. Міне, мен іздеген адам осы. Салман араб емес еді. Сондықтан біреу одан сен кімсің деп сұрағанда ол мен исламның баласымын деп жауап берген. Қазір ол үндемей отыр. Бірақ осы үнсіздіктің өзінде бір үлкен сабақ бар. Ақиқатқа жеткен адам айқайламайды. Бәлки ол жай ғана орнында тыныш отырады екен. Өйткені шындыққа жеткен жүрекке сөздің де қажеті қалмайды. Күн ұзақ әрі берекелі күн болды. Бұл жердің ауасының өзі тап-таза ғой шіркін. Қазір ең дұрысы аздап тынығып алу. Ертең алдымен Омармен көрісерміз. Айтар сөз, сұрар хәл бар. Одан кейін пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын үйіне барамыз. Ал қазір осы тыныштық жеткілікті. Ассалаумағалейкум, Шындық каналының көрермендері. Қазір біз өздеріңіз білетіндей хижраның алғашқы кезеңіндеміз. Шыны керек, соңғы шыққан бөлімдер көп адамға жетіп жатқан сияқты. Әр жазған пікірлерді оқып жүрмін. Бір қарасаң, жай ғана комментарий. Ал мен үшін ол ары қарай жалғастыруға себеп. Сол қолдауларыңыз маған үлкен шабыт беріп жатыр. Сондықтан сіздердің ыстық ықыластарыңызбен біз әрі қарай жалғастырамыз, Алла қаласа. Тұрсыздар ғой, мұнда бәрі қолмен жасалады. Бір кірпіш, артынан тағы бір кірпіш. Жалғыз өзің ештеңе істей алмайсың. Ал бірге болсаң, үйде көтеріледі, көңіл де көтеріледі. Сондықтан мен де осындамын. Көңіл күйім жақсы болып тұр. Неге десеңіз, оны өзімде күтпедім. Ештеңе сұрамадым, ештеңе өтінбедім. Бір жергілікті кісі жолықты, атымды айтпады. Қарап тұрды да, сен жаяу жүріп шаршайсың, одан да мынаны міне тұр деді. Міне Алланың құдіреті. Ах, шіркін-ай десейші. Қазір қарап тұрсам, бұл түйе арқылы біреу маған жолымды сәл жеңілдетіп бергендей. Мен бір нәрсені түсіндім. Өмірде кейбір адамдар сенің өміріңе тек бір-ақ рет кіріп, еш із қалдырмай кетеді екен. Бірақ қалдырғаны сенің ішіңде қалады. Біз кейде үлкен нәрсе күтеміз. Ал Алла дәл керегін, дәл уақытында алдыңа жіберіп қояды. Қандай керемет. Түйеге алғаш отыруым. Енді біз алдымен бір маңызды жерге барамыз. Ол Алла елшісінің үйіне. Ол қазір бұл қалада емес. Бірақ бұл үй үнсіз сөйлеп тұрған орын. Сол жерді алдымен сіздерге көрсетейін, одан кейін ғана Омармен сөйлесеміз. Түйенің үстінде отырғанның өзі адамға керемет бір әсер береді екен. Сіздер де соны сезіп атқан шығарсыздар.
Көріп жатқандарыңыздай, бұл үйде ештеме жоқ. Тіпті үй деп айтуға келмейтін де шығар. Бірақ осы жерде ол кісі тұрды. Ол түнде де бізді ойлайтын. Біз базарда жүргенде, біз күліп жүргенде, біз өз тірлігімізбен әлек болып жүргенде, ол осы жерде ұзақ жатып қалатын. Басқа ешкім естімейтін үнмен жылайтын. Ол біздің қандай болатынымызды білді. Әлсіздігімізді, кейде намазды кешіктіретінімізді де сезді. Бірақ соның бәріне қарамай, бізден теріс айналмады. Ол бізден періште болуды сұрамады, тек жүрегіміз тірі болса екен деді. Егер бір күні күнәлі істерден шаршап, өзіңізден түңілсеңіз, сол сәтте оны еске алыңыз. Осы жерде отырып бір нәрсені анық сеземін. Біз жалғыз емеспіз. Бұл дүниеде бізді ешкім ол кісідей жақсы көрмеді. Егер ол бізді көрмей тұрып осылай сүйсе, біз оны көргенде қалай сүйер едік? Колени болят при подъеме по лестнице. Это артроз, разрушение хрящевой ткани. يا عمر، يقولون إذا كان القلب طاهرا يكفي، فهل يحتاج القلب إلى عمل؟ إذا كان القلب طاهرا حقا فلن يستطيع أن يبقى بلا عمل. قلت يوما إن على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يقف معها بصدق قبل أن يحاسب، والقلب كذلك إن لم يراجع نفسه بصدق بدأ يخدع صاحبه. وتشغلني فكرة أخرى يا عمر. كثير من الناس يقولون أن ذلك الزمان قد مضى، ويقولون أن الزمن تغير، فهل بقي الإسلام لذلك الزمان فقط؟ كنا قوما نظن ذلك أيضا، وكان هذا ظن كثير من الناس، لكن الله ما رفعنا إلا بالإسلام، ومن طلب العزة في غيره أذله الله، فالحق لا يهرم وإنما يتغير من يعرض عنه. وإن ضل الإنسان كثيرا وكثرت ذنوبه فهل يقدر أن يبدأ من جديد؟ ليس الخوف في اليأس من الله، بل الخوف في أن ييئس الإنسان من نفسه. الذنب ليس نهاية الطريق، وإنما النهاية أن يمضي بلا توبة. ما دام القلب حيا فطريق الرجوع مفتوح. فما القوة يا عمر؟ أهي القسوة أم السلطة؟ لا، القوة أن تعرف الحق ولا تفر منه. Адамды өзгерту үшін үлкен сөз де, қатты айқай да керек емес екен. Жүрек оянса, адам өзі сұрақ қоя бастайды. Өзін тексереді, жолын іздейді. Бұл қалада айтылған әр сөз маған соны еске салды. Күш қаттылықта емес. Күш ақиқатты көріп тұрып, одан қашпау екенін түсіндім. Енді жолға шығамыз бұйыртса. Алдымызда Мекке. Түйе дайын, азын аулақ жүк бар. Енді осы түйемен жолға түсеміз. Алдымызда не күтіп тұрғанын нақты ешкім білмейді. Бірақ бір нәрсе анық. Күтіп отыра берсең, ештеңе өзгермейді. Осы заманда да солай болған. Адамдар қауіптеніп тұрса да жолға шыққан. Кейде ең дұрыс шешім бәрі дайын болғанда емес, жүрек дайын болғанда жасалады. Біз де солай. Аллаға тәуекел етіп, қадам басамыз.